Шүке. Бізге бір қыз азодаттан қойма ақтач. Сүрет жүйінші тауылап доске елші мойынды басты. Мойның бас берейін, доске. Мойынды басты ке. Давай, доске, жа. Мойның бас. Тартшы болай. Тартшы. Базар жоқ, доске, шиді. Дөнөтсің, доске. Білесің ғой, доске, негізілі қат болсын. Бер, доске. О, доске, кел, бас берейін бе? Жоқ емар, шай емес. Үйге қонақтар келіп, плов бас берші. Давай. Братан, не келік беқа? Шума, алдағы магазин көрдің? Ошоға кіресің, скажешь от Руслана. Саған бірден көреді. Тұр. Барып келе қойшы. Брат, сен барып келші, Андышке. Тұре бар, өзің барып кел. О, красавчик Шума. Жақсы істедің. Бүгін күннен баштап бісмен істедің, түсінің бе? Ол сүтті жартысын сен ал. Жартысы менікі. Давай. Бұл сүт бе? О, давай. Сен чіммен ішесің? Қана балдар, сабаққа дайындап келдіңдер. Қана Айдар, қырғыз тіл сабағын көрсетіп қойшы. Мына жатақта. Қана қырғыз адабият сабағың. Қырғыз адабият. Месі жоқ, міне сен бір тетрадьқа міне 2 сабақ жазып келдің, бия. Қана алгебра. Месі жоқ десақ, қана деңдікте ап кел 2 қом азыр. Месі жоқ десе, барын бір тетрадьқа жазып келген тұра, Шұңқардан үлгі албайсың, рат Шұңқар, ақ көнік десің, ақ көнік, галстук киіп келді. Шұңқар ғана қырғыз тіл сабағын көрсетіп қойшы. Месі жоқ десе, оқшошқандар, үшінші рет оқшошқан. Ошо доске Ороза ай деген өлө сонуна бири-бирибизден кечирим сурап калыш керек экен да. Анан сенден доске бир нерсе айтайын деп атам доске. Тиги өткөндө балдардын көзү сен аябай жамандап койгон дос кетиш бойча эчтеке эстес калар экен. Тиги итиңди бир жолу ит атарлар атып кеттим деп атпадың беле? Ошону мен өлтүрүп алгам. Сен өлтүрдүң беле? Башка чапсам капкандан. Анан доске тиги өткөндө машинаны сурабадым беле? Бирөө чийип кетти деп койдум беле бампериңдичи. Ошо мен барып сүзүп алгам деп койдум. Ошо сен кылдың беле доске? Бакыт сүзүп алгам кетиш бойча досум. Мейлем доске, эчтеке болбойт доске. Жана балам бар го кечип алапчы. Сен аябай жакшы көрөт да атың. Шұңқар қандай жүрет, Шұңқар атам қандай жүрет деп түнін біле, саңа көппе, қашы, көзі, бүт, оғызынан бері оқшаштап қой, доске. Ошо көптен бері саған бір нәрсе айта қой жүргім. Айтат бар, доске. Кечіп қой, ошо кичинекей бар, сен балаңчы. Ал шашқо. Мен де ол чоңайсын, өлі сон балаң, аны айтайын демесін. Кичинекей кезде китебіңді өртіп салғадым біле, алгебраданчы. Ошо мен болчу. Доске, ошентең, сен тақырылып жүріп жүресің ғой, доске. Қандай, брат? Жақсы. Машинем тұрып қалды, түркіш қойшы. Мейлі? Sen aynı vereyim de. Sen atla tuttu. Haydi. Давай. Бра. От души, брат. Вот, брат. От души, брат. Біргесің, брат? Жалып келе жоқ па. Біргесің шума? Ой, шума бүлдірмейсің бе? Қандай дейсің? Бүлдіріп қойсың бе? Өзің не, Петросян көрініп отам, я? Қақты іштейсің? Сварщик болың? Сварщик болсың, бірдемен вартеп беріп қойшы да отамыз. Не, мен майнер болсың, не, тамаша қойды ойды отыңдар. Тамаша шықты. Тамашалауын бе? Жүрексіз қалды. Жүрексіз қалды. Мен ашы түреді, тамашалау қойын жүрді. Давай таңда, тамаша. Салам алейкум, доске. Салам алейкум, доске. Атабайсың, не қылатам? Жатам үйділі, доске, ештеке қылбайлы. Ешке шығам, келем, тамақ ішем, жатам, кино көрем, PUBG ойнайм, ештеке қылбайлы, доске. Өзің жақсы? Жақсы, рахмат. Ошо, доске, давай анда. Шалшабыз.
Ты что, каждый день занимаешься спортом? Күнде тренировкада. Ертеңмен тұрам, түскі обедке шейін тренировка. Обедтен кешкі 10-ға шейін тренировка. Бұндай жылдан ең. Жаттадың ба? Егер айтып керек деп кейін. Ішке шықсам... Бұяқ бара. Бұяқты қараймын, мен ше бұяқты қараймын. Бұяқ бара. Ішке шықсам... Оқымыш апа... Омей, бақан айтам, Зияным жоқ, ешкімге таста қойғыз. Зияным жоқ. Зияным жоқ, ешкімге таста қой. Қаролайын жоқ, бір жолым. Зияным жоқ, ешкімге таста қойғыз. Пап жойнайыз? Жақшы айтсам ба? Зияным жоқ ешкімге таста қойғыз бақамын ашырғыт контенттектер. Ассалаумағалейкум достар. Мен бүгін вайын тартпай ойыммен бөлішейін деп шештім. Инстаграмды қарасам, адамдар бір-бірін жамандап, неле оған олудат, қар жаса, қарды жақтырбай, садақа қылып отышса, елдер анын жанын қойбай, сілер показуха деп, зачем антесіңер? Адамдардың пейілі бұзылғанда илгертеден бар, адамдың пейілі бұзылғанда ушындай шарларға сынау келіп тұршы да, жаратқаннан. Бұл деген қар жағын біз жадырбайыз да. Мысалы, президент өз жадырбайды, жол болса башқа бірі жадырбайды. Бұл деген Аллах тағалам жадырады да, Құдай жадырады. Любой нәрсені қабыл алышуыз керек. Құдайға шүкір, азыр соғыш болған жоқ. Қар жаса капризный болып отырсыңдар, башқа жерлерде соғыш болып отқандарды қарағатшы. Ачқа тоқ болып, ачқа болып отырышады. Құдайға шүкір деуейлі мындай жашоону кичине масштабный карапчы. Кандай десем, мен деле азыр хейтерлер чыгат ушункар, сен өзүңчө эле акылдуу болуп атасың деп. Мейли кандай болсо ошондой айтып бергиле, бирок мен чын дилиммен айтып атам да. Бардыгыбызды ынтымакка чакыралы деп атам. Бирөөлөр садака кылып атат, мен шоу бизнестеги тааныштарчы. Алар садака кылып атса, аларды байкуштарды показуха деп атасыңар. Алар деле бир күн нерв какшаят, анан кой эл ушинтип өткөн деп жардам бербей болсо башка муктаж адамдар ачка калып атат да. Ошондуктан көңүл бурбагыла. Ким жарыя садака кылабы, көрсөтпөй садака кылабы, кыла бергиле. Зачем бири-бириңерге тийишип атасыңар? Жанагындай сүрөттөрдү киргизип атасыңар. Сүрөткө тартып карикатура, мультяжный картинка мененчи. Тиякта муктаж адам турат, анан показуха пакетти карап турат да. Ал деген Кудай ниетине коюп койгула да, ким кандай болсо ошондой кыла берсин. Ал эми муктаж адам по-любому күтөт. Инстаграмды карап мисалы күтөт да. Так, бул ырчы эме кылып атыпты, ушундай бизге да келсе кандай жакшы болот эле дегендер бар да, силер аны билбейсиңер. Ошондойлор адамдар көрүп ошолорго продукт бергенде действительно сүйүнүшөт да. Бир күн, 2 күн болсо да урсагы ток болот. Ошон үчүн бири-бирибизге тийишпей, пейлибизди бузбай, ынтымакка келсек аябай жакшы болот эле да. Бир түндүк болуп бөлүнөбүз, бир түштүк болуп бөлүнөбүз. Бир жакшылык кылайын десең да ушундай хейтерлер чыгат. Анан эми бүгүн кар жаап, сон болуптур погода деп Инстаграмга кирсең дагы ушундай да, карды жактырбайсыңар. Коронавирус күчөшү мүмкүн могу карда, бирок башка микробдор өлөт, кичине аба тазаланат дагы, кичине жакшы жактарын ойлоп жашайлы бир туугандар. Мен өзүмдү идеальный адам деп эмен, просто ичимдеги нерсени айтып атам да, Инстаграмга кирип карасам эле, баа бири-бирин жегендер ушу кичине болсо дагы бир 10-20 кишиге болсо дагы кичине ушундай кеңеш берет элем да. Любой нерсе бул жараткан табигаты да, бул эми кандай болсо ошондой принимать этишибиз керек. Кудайга шүгүр, жана айтып кеткендей согуш болгон жок, уруш болгон жок, элибиз тынч. Ачка болгондорго жардам бере берели, видео тартып мына ушуга жардам бердик, силер дагы кичине деп башка бир туугандар чакырсак ошо жакшы да. Анан показуха минтип атасың, тинтип атасың деп биз анда жардам бербей отурсак, башка адамдар, муктаж адамдар ачкачылыктан билбейм, ден соолугун жабыркалашы мүмкүн да. Мисалы, кандай десем, азыр иштебеген канча квартиранттар бар, силер азыр билинбей атат, үйү барлар, продуктысы барларга билинбей атат, ошон үчүн аларга показуха көрүнүшү мүмкүн да. Эми Кудай өзү кетирсин, мен билбей айтып атам, бирок жана квартирасы жоктор бар, квартирасын акчасын бербесе чыгып кеткиле дегендер бар.
2-3 баласы бар, оорукчан ата энеси менен бар, же болбосо өзү оорукчан бар, коляскада отургандар бар, көзү көрбөгөн бар бизде. Ошондой адамдарга анан кантип анан акчасы жок болсо айла жоктон сурашат, Кудайдан жалынышат, бирок ошо жанагы ырчыларбы же бизнесмендер себепкер болуп атат да. Анан ошондуктан баарын чакырып атабыз да, келгиле жардам берели депчи. Ошо достор, көп сүйлөсөм кечирип койгула, бирок туура эмес. Келгиле баарыбыз ынтымакка келели. Пейлибизди оңдойлу. Пейлибизди качан гана оңдогондо 15 апрелби 30 апрелде деген бул оор бүтүшү да мүмкүн, бүтпөшү да мүмкүн, бул Кудайдын буйругунан да. Эгерде баарыбыз тең пейлибизди оңдосок, жакшы ниет кылсак, любой нерседен жеңсе болот да. Ошон үчүн келгиле достор, өзүбүздү бир ынтымакка чакыралы. Жаман нерселерди ойлонбойлу. Анан жакшы нерселерди кыла берели. Садака кыла бергиле. Ким кандай жазса, ошондой жаза берсин. Зато тиги адамдардын көзүнөн мен көрүп атам, муктаж адамдардын аябай сүйүнүп атышат. Ачка калбай жегенге бир курсагында бир жылуулук сезим болот да. Ошондуктан эч кимди укпай эле койголу, хейтерлер болгон болуп да келет. Эмоцияга алдырбайлы кыла берели өзүбүздүн жумушту. Ошо садака жана башка нерселерди. Анан ошо достор, милдетимди да билбей калдым. Ошо болгону эле баарыбызды ынтымакка чакырайын дегеним ошо. Давайте, салам алейкум.